Қайырлы күн баршамызға. Бүгін сіздерге осындай тартымды, әдемі етті пирог рецептін ұсынамын. Қамырымызға қажетті заттарымыз жылы сүт, тұз, қант, дрожжы, қаймақ, сұйық май және де ұн. Барлығын қосып, біртіндеп жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мінекей қамырымыз дайын болды. Енді осыны 10 минут аралығында тындырамыз. Ыдысымызға салып, бетін пленкамен жабамыз. Салмасына сиыр еті фаршы, бір сарымсақ, бұрыш, қызанақ және де дәміне қарай тұз бен бұрыш қажет болады. Менде қызанақ пен бұрыш тоңазытқышта қатырылған болған. Соны пайдаландым. Тұрағанға өте ыңғайлы, дәмі де сол қалпы. Барлығын турап дайындап аламыз. Ендігі қызып тұрған майға сарымсағымызды салып қуырамыз. Үстінен етімізді саламыз, яғни фаршты. Жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай тұз бұрыштарыңызды салсаңыздар болады. Қызанақ пен бұрышымды салып, жақсылап араластырып, суы тартылғанша қуырдым. Әбден тынған нанымды алып, 2 бөлікке бөлдім. Видеодағыдай ұзынша етіп жаямыз. Жұқалау қылып. Мінекей қамырымызды толықтай жайып алдық. Екеуінде де бір қамырымызға салмамызды саламыз, барлығын. Жинақтаймыз жан-жаққа шашыраған еттерімізді. Тура видеодағыдай етіп жабамыз. Осылай домалатып, айландырып аламыз. Ендігі екінші қамырымызды сәндеу үшін дайындаймыз. Видеоға мұқият қарап, көріп алсаңыздар болады. Осыны ұзынша бөліктерге бөліп алдық, шеттеріне жеткізбей. Ендігі осыны айландырып отырып тоқимыз. Барлығын тоқып шығамыз, бастан аяқ. Осындай әдемі пирогтармен бөлісіп отырамын. Арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Мінекей екінші қамырды осының үстіне жабамыз. Жақсылап жан-жағын барлығын түзеп аламыз. Бір қарағанда қиын сияқты, бірақ жасалуы өте жеңіл. Пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жұмыртқамен майлап аламыз. Пешімізді 150 градусқа қыздырамыз. 150 градуста 40 минуттай пісіреміз. Ортасы барлығы жақсылап тұрып пісу керек. Артынан градусты 180 градусқа көбейтіп, қызарғанша пісіреміз, шамамен 20 минуттай. Мінекей өте тартымды етті пирогымыз дайын болды. Барлығымызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айман, сау болыңыздар.